Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен балаларыма өздерінің сүйіп жейтін пепперони пиццасын пісіріп бердім. Алдымен дайын тұрған көтерілген қамырды алдым. Оны бірнеше бөліктерге бөлдім. Екі пиццаның тестасын бірінші дайындап алдым. Кішкене үлкендеу қылып, қалған 7 күлшеге бөле салдым. Әр күлшенің үстіне 1 чайный ложка сливочный масладан қойып шықтым. Алдымен бірінші пиццаны жайдым. Бірінші пиццаның тестасын жайып, тез оны табаға салдым. Және дайындап араластырып қойған майонез кетчупымды жақтым, бетіне бір қалыпты қылып. Барлық жеріне тегістеп жағып, үстіне колбасаларын қойып шықтым. Теркадан өткізілген сырым, дайын сырымды сеуіп, духовкаға салдым. Пока ол бірінші пицца пісем дегенше, мен жаңағы 7 күлшені пісіре берейін деп, алдымен жаңағы үстіндегі майды барлық жеріне тегістеп осылай жағып, орап шығамыз видеодағыдай. Майды бүкіл жеріне бір тегіс жағып, жеткілікті қылып, орап шығамыз. Барлығын бір қалыпты істейміз. Одан кейін оратылған қамырларды ширатамыз. Ширата екі бұрышын жіп байлағандай қылып байлап, домалақ қылып, кольцо қылып қоямыз. Дайын болған барлық қамырды алдымен табаға салып, содан кейін олардың бетіне жұмыртқаны жағып шығам. 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қойсаңыздар болады. Мен көтерілдірмей тезірек пісіре салдым. Бетіне макпен күнжітті сеудім. Пока оны дайын болам дегенше, екінші тесттан пиццаның қамырын қызым жайып қойған екен. Соған колбасаларын қойып, сырын сеуіп, духовкаға салдым. 7 күлшеміз осылай болып шықты. Екінші пиццамыз.